Бүгін жер мәселелері бойынша құрылған облыстық үшжақты комиссияның отырысында азаматтарды қабылдау қосынының жұмысы қорытындыланды. Естеріңізге салып өтейік, сенбі күні комиссия мүшелері белгіленген арнайы орындарда тұрғындарды қабылдаған еді. Тақырыпты тілшіміз Райгүл Енчібайқызы толықтырады. Облыс орталығы мен барлық аудандарда жер мәселелері бойынша қабылдау қосындары жұмыс істеуде. Тек қалада осы мақсатта 4 қосын ашылды. Сенбі күні Нұр Отан партиясының ғимараты, облыстық драма театр, достық үйі мен облыстық филармонияда азаматтардың талап арыздары, ұсыныстары қабылданған еді. Комиссия мүшелерінің жұмысы нәтижелі. Бір қойылған 415 сұрақ ескерусіз, зерттелусіз қалмайды. Егер ол сұрақтар заңға сәйкес келетін болса, ол сұрақтардың барлығы шешіледі. Егер енді біздің құзырымызда жоқ сұрақтар болатын болса, онда біз оны республикалық мемлекеттік органдарға, республикадағы жұмысы жасап жатқан комиссияға жібереміз. Атқарушы билік Қазақстан 2025 стратегиялық даму жоспарын әзірлеуде. 7 бағыт бойынша қоғамдық ұйым өкілдерінен ұсыныстар қабылданады. Әзірге аймақаралық кооперацияны дамыту аясында байланыс жұмыстары жүргізілуде. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша Астана, Алматы қалаларымен іскерлік қарым-қатынасты күшейту жоспарланып отыр. Райгүл Енчібайқызы, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.